Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді красный бархат, яғни қызыл бархат брауни жасайтын боламыз. Жасалуы өте оңай. Видеоны соңына дейін көріңіздер, бірге дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге жұмыртқа қажет. Жұмыртқамызға ерітілген сары майды қосамыз, қант қосамыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Топ декор красителінен бір тамшы ғана қосып, тағы да араластырып аламыз. Какао ұнтағын қосамыз. Және де електен өткізілген ұнымызды екі бөліп қосып, бәрін жақсылап араластырып аламыз. Қамырымыз міне біздің дәл осындай қою болу керек. Енді үстіне жағатын шоколадын дайындап аламыз. Қайнап тұрған суды құйып, үстіне пакетикке кез келген натуральный шоколад, ол казахстанский шоколад болсын, немесе бельгийский шоколад болсын, өз еріктеріңізде салып, қайнақ судың үстіне қойып қоямыз. Қамырымыз піскенше еріп дайын тұрады. Формамыз бізде 20-20, фольга төсеп, үстіне дайын болған қамырымызды жақсылап жайып шығамыз. Енді жаңа ерітілген шоколадымызды үстіне міне дәл видеодағыдай етіп құйып шығасыздар. Үстін міне дәл көріп тұрғандарыңыздай таяқшамен әдемілеп узор салып шығамыз. Духовкамызды 190 градуста алдын ала ысытып алып, 25-30 минутқа салып пісіріп аламыз. Пісіріп алғаннан кейін жарты сағаттай суытып алуымыз қажет. Суытып алғаннан кейін барып пышақпен әдемілеп кесіп аламыз. Міне біздің брауниіміз дайын болды. Жасалуы өте оңай, қоспасы да өте аз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Яғни сырты шоколад, арасында қамыры өте ылғалды, яғни влажный болып тұрады. Міндетті түрде отбасыларыңызға ұнайды. Ұнаса лайк басып пікір қалдырсаңыздар болады. Қолдауларыңызды күтемін. Менің арнамда бұдан да басқа көптеген десерттердің рецептісі толық жүктелген. Кіріп көрсеңіздер болады. Көп рахмет.